Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге Facebook Messenger'дің боты туралы қысқаша ақпарат беретін боламын. Facebook Messenger'дің боты бізге не үшін қажет? Егер сіздің кәсібіңіз болса, немесе парақшаңыз болса, көп процесстерді автоматтандыру үшін сізге өте қажет. Сіз демалып жатқанда Facebook Messenger'дің боты сіз үшін жұмыс істеп жатады. Сіз үшін тапсырыс қабылдап жатады, сіз үшін қоңырауларға бағыттап жатады, парақшаңызға бағыттап жатуы мүмкін, немесе ұсақ-түйек сұрақтарға сіз автоматты түрде жауаптар дайындап қоюыңызға болады. Сонымен мен мысал ретінде өзімнің осы қазмаркетинг парақшасының Facebook Messenger ботын мысал ретінде сізге көрсеткім келіп отыр қазір. Ең алдымен мессенджерге кірем, қазмаркетингті тауып алам. Қазмаркетингтің парақшасының ботына мен хабарлама жолдауым үшін ең алдымен мұны кірісу батырмасын басам. Кірісу батырмасын басқан бетте маған бот автоматты түрде хабарлама жолдады. Сәлем Айбек, менің атымды автоматты түрде таниды. Каналымызға қош келдіңіз. Парақшамызға, блогымызға және сайтымызға тіркеліп, соңғы жаңалықтардан хабардар болыңыз. Парақшаға өтуді бассаңыз, парақшаға өтіп кетесіз. Өте қарапайым, өте ыңғайлы. Егер де сайтқа өту батырмасын бассаңыз, сайтқа өтесіз. Және телефон соғу батырмасын бассаңыз, ұялы нұсқада өте ыңғайлы бірден телефон кітапшасына келіп хабарласуға мүмкіндік аласыз. Бұдан кейін менің өзімнің ары қарай адамдарға ұсынатын баннерлерімді ұсындым. Енді қысқаша боттың не екенін қарастырайық. Мысалы мен келіп қалған адамға кеңес ұсынуыма болады. Мысалы сізде менен кеңес алыңызға, кеңес алу батырмасын бассаңыз, телефонға соғуыңызға болады, немесе парақшаға өтіп тіркелуіңізге болады. Телефонды соқсаңыз, міндетті түрде менің телефоныма хабарласасыз. Яғни бот мен үшін біреуді телефоныма бағыттап тұрды, маған керек адамды. Көрдіңіз бе? Сіз әркімге кіріп, маған хабарласыңыз, нөмірім мынандай деп айтудың қажет жоқ. Яғни телефон соғу батырмасын басқан бетте адам автоматты түрде сізге телефон соға бастайды. Парақшаға өтуді басса, жаңағыдай парақшаға өтіп кетеді. Енді адам маған тікелей хабарлама жазғысы келді делік, мысалға менімен амандасты адам. Бот автоматты түрде амандасып отыр. Сәлем, қалыңыз қалай, қызметім туралы толық ақпарат бергіңіз келеді. Мен бағаларыңыз туралы білгім келген деп жазсам, ол маған қазір бағаларды шығару керек. Көрдіңіз бе мұны? Айбек, бағаларымыз туралы ақпарат қызықтырған үшін қуаныштымыз, телефон соғыңыз немесе тапсырыс қалдырыңыз деп айтып тұр. Жоқ, маған өзіңіз хабарласқаныңызды қалаймын деп хабарлама жіберді. Егер бот түсінбей қалса, сізге жауап бере алмайды. Ол үшін мен сізге қазір бір сервисті көрсетемін. Сіз сол сервиспен осындай хабарламаларды автоматтандыруыңызға болады. Қысқаша боттың жұмысы түсінікті шығар. Мен сізге қазір енді бір лендинг көрсетейін. Және ботты қандай системада жасаймын, соны көрсетейін. Қандай сервис бар, қандай софт бар. Ол үшін мен қолданатын сервис ManyChat деп аталады. ManyChat сервисінде сіз алдын ала өзіңіздің ботыңызды құрастырып алуыңызға болады. Автоматты түрде жауап беретін, алдын ала дайындалған хабарламаларды дайындап аласыз. Бұл жерде сіз барлық өзіңізге тіркелген адамдардың барлығын осы жерде ұстайсыз. Енді сізге адамдардың электронды пошталарын, телефон нөмірлерін жинаудың қажет жоқ. Сіз, мысалы, мен сізге қазір бұл жерден мен сізге бір мысал көрсетейін. Мен алдың күні, 9 шілде күні тікелей эфир жасадым. Сол тікелей эфирді мен адамдарға бродкаст жасадым. Яғни бір кликпен жолдадым. Менде тіркелген 41 адам бар. 41 адамға хабарлама жібердім. Бірақ кликпен. Сіздің мынаны құруға бір 5 минут уақытыңыз кетеді. Мынау сізде 1000 адам болса да, бір кликпен 1000 адамға жіберіп береді сіз үшін. Мен алдын ала хабарлама құрдым. Сәлем, осындай күні интернетте тауарыңызды сайтта сатқыңыз келе ме атты скринкастың өтеді, тікелей эфирде өтеді. Сол үшін менің парақшама кіріп қатысыңыз деген. Егер адам иә дегенді басса, мына жерде мен CTR-ын қарап отырамын, яғни басқан адамдардың кликтердің пайызын қарап отырамын. Жоқ десе, мен оның келмейтінін білем және пайызын қарап отырамын. Иә десе, келетінін білем. Тура солай 41 адамға мен жолдадым, 34 адамға бот маған жеткізіп берді, яғни 83% адамға.
оның 28-і ашты, 68% ашты. Оның 7-і жауап берді, иә немесе жоқ деп жауап берді. Өте қарапайым, бірақ өте ыңғайлы. Сіз осылай адамдарды қадағалап отыруыңызға болады. Яғни өзіңіздің парақшаңызға тіркелген адамдарды, мысалы сіз тауар сатып алу туралы, болмаса жаңа продуктыңыз жайлы, жаңа өніміңіз жайлы, жаңа қызметіңіз жайлы ақпараттарды адамдарға осылай бродкаст ретінде жіберіп, адамдардың ой пікірлерін білуіңізге болады. Егер адамдар иә деп жауап берсе, мына жерде бот уже автоматты түрде жауап береді. Тікелей эфирге былай өтіңіз. Тамаша, сізге пайдалы болатынына сенімдімін. Тікелей эфирге бассаңыз, тікелей эфирде жаңағы менің парақшама жолдайды. Қазмаркетинг парақшасына 4 адам басқан. Көрдіңіз бе? Енді адам жоқ деп жауап берсе, жоқ деп жауап берді делік. Өте өкінішті, райыңыздан қайтсаңыз, төмендегі батырманы тікелей эфир болады, парақшаға бағыттайды, сізді тікелей эфирде асыға күтемін. Егер тікелей эфирді басса, қайтадан менің парақшама жолдайды. Өте қарапайым, өте тамаша, өте ыңғайлы. Енді мен сізге бір боттың адаммен сөйлесуін көрсетейін. Ол үшін мен алдын ала дайындаған лендинг парақшамды ашайын. Лендинг парақша адамдарға осылай көрінеді. Мына сілтемені сіз жарнамалауыңызға болады. Менімен сөйлескіңіз келе ме, немесе мен кез келген нәрсені айтып адамдарға жарнамалауыңызға болады. Адамдар көрген бетте мына сендті басады, сізбен сөйлескісі келсе. Ол сізге автоматты түрде мына жаққа келіп түсті, көрдіңіз бе? Сәлем Айбек, каналымызға жазылғаныңызға рахмет. Бұл алғашқы жазылып жатқан адамдарға жібересіз. Өте ыңғайлы да, мысалы соны басып адамдарды сізге жазуға итермелейсіз. Яғни сіз оларды перепискаға шақырып жатсыз да. Сізбен болашақта серіктес болады. Рахмет, әрі қарай дегенді басса, қазір бот тағы да бірдеңе жауап береді. Бизнесіңіз интернет маркетинг мүмкіндіктерін қолданасыз ба? Егер иә қолданамын десеңіз, онда тағы да бірдеңе жауап береді бот. Мүмкін жазып жатыр. Үлкен бір өлшемдегі файл болу керек, өйткені шамалы ойланып тұрған, видео көрдіңіз бе? Видеоны жолдап жатыр ма? Мына видеоны көріңіз деген сияқты. Адам осы жерден видеоны көре алады. Сәлем достар, менің есімім Айбек. Бүгіннен бастап мен сіздермен Facebook'тың жарнама кабинеті туралы ақпарат. Адам осы жерден сіздің қызметіңіз туралы ақпарат алады, видеоңызды көре алады. Мына жерден астында тағы міндетті түрде мәтін қоя аласыз. Блок код жібере аласыз, тапсырыс қалдыра аласыздар, сосын телефон соғады адамдар. Егер жоқ десе, бот басқаша жауап береді. Қараңыз, енді Instagram мен Facebook сөйлесіп клиентсе болады, таргетинг жарнаманы қосу арқылы бизнес шығындарын кемінде 2 есе қысқарта аласыз деп адамдарға ақпарат беріп отыр мен ботым. Жоқ, ойланып жүрмін деген адамдар болуы мүмкін. Жоқ, ойланып жүрмін десе, бот басқаша жауап береді. Жоқ, ойланып жүрмін десе, міне қазір сізде тамаша мүмкіндік бар. Себебі сіздің бәсекелестеріңіз офлайнда жүрген кезде сізде инновациялық қаруды қолдану мүмкіндігі туды. Біздің тегін мастер-класс, тегін материалдарымызды қарап, бізге хабарласыңыз, біз сізді күтеміз. Хабарласуға, парақшаға өтуге және тапсырыс қалдыруға болады. Мына жерде осы мақсатқа арналған видео. Сәлем достар, бүгін біз алдыңғы видеода уәде еткеніміздей өте қарапайым. Осылай сіз жолдауыңызға болады. Бұл сізге процестеріңіздің барлығын автоматтандыруға көмектеседі. Оны ManyChat арқылы жасайсыз. Егер де Facebook мессенджердің ботын құрастырғыңыз келсе өз бизнесіңізде, немесе қандай да бір ақпарат алғыңыз келсе, егер осы ақпарат қызық болса, міндетті түрде осы видеоның астына пікір қалдырыңыз, аты жөніңізді, телефон номеріңізді жазыңыз. Егер қызықтырса, мен сізге міндетті түрде сұрақтарыңызға жауап беруге және коммент жасауға, жолын сілтеп жіберуге, әрқашан көмектесуге дайынмын. Сондықтан да менің каналыма жазылыңыздар, YouTube-та каналым бар. Осы Қазмаркетингтің парақшасына жазылыңыздар және менің өзімнің аккаунтыма достық жібергілеріңізге болады. Менің есімім Айбек Өшкен. Жіберіңіздер, бірге контентті дамытайық, сіздің де бизнесіңізді дамытайық, сіздің де парақшаларыңызды дамытайық, оның процесстерін автоматтандырайық. Сондықтан да бір-бірімізге көмек, бір-бірімізге деген қамқорлық. Сіз осы егерде видеомен бөліссеңіз, мен өте қуанышты болар едім. Лайк қойыңыз, бөлісіңіз, пікір жазыңыз. Видеоның ауқымы кеңейеді. Видеоның ауқымы кеңейген сайын сіздің де достарыңыз көре бастайды. Яғни сіз сияқты осындай
сервистерге қызығатын адамдарға үлкен мүмкіндікке жол бересіз, жол ашасыз. Сондықтан да осы видеоны бөлісіңіз, мен өте қуанышты болар едім. Сонымен достар, бүгінгі видеомыз осымен тамам. Осы 10 минутта біраз ақпарат берілді деп ойлаймын. Сау саламатта болыңыздар. Келесі видеоларда жолыққанша.